Қыс азығын жаз жина. Дұрыс, айнала дайындалу керек. Қыс келгенде бәрі қатарласып келгенде ол уақытта әрекет етпей, алдын ала әрекет етіп, жаңағы қысқа болсын жазда дайындалып, қыста жазда дайындалған дұрыс. Ақыретке деген қазірден бастап дайындалу керек, өйткені көптеген қазіргі осы заманымызда көптеген қиыншылықтар түсініп жатыр. Мысалы, ешкім жазым аяқ астында дейді, астағфирулла. Ешкім қашан қай күнде ана ақырет күніне баратынын білмейді. Сондықтан қазірден бастап сояқтың қамын ойлау керек. Қазірден бастап өзіміздің парыздарымызды орындап, Құдай алдында құлшылық етуіміз керек. Біздің ислам дінінде мынандай бар. Кешке өлетін болсаң, түсте өлетін болсаң, кешке асыңды дайында дейді ғой. Сондықтан ертерек қамданып, алдын ала қамданып барлығын ойластыру керек қой, жинап. Сол үшін жаңағы қыс азығын жазда жинап қамданып отырсаң, шегіртке секілді секіріп ойнап, қыстың күні пан іздеп құмырсқа келу болмайды ғой. Сол үшін ертерек қамдану керек, әр нәрсені уақытында істеу керек. Өлімнің алдында дайындалу керек. Қорқатын адам өлімнен қорықса адам өстіп Аллаға құлшылық етіп дайындалады. Картошка азық піскеннен бастап дайындала береміз ғой. Көміріміз бар, суымыз бар, азығымыз бар, соғымымыз бар дегендей. Сол түсінікті енді. Ақыретте де солай ерте дайындалу керек. Біз мешітке келген сайын айтады имам ұстазымыз. Бұл дүниеде құлшылық бар, сұрақ жоқ. Бұл дүниеде сұрақ бар, құлшылық жоқ. Бұл дүниеде өзің білесің, не істесең де, құлшылық жасаң да, жасамасаң да, бірақ ол дүниеде ертең бір намаз жоқ, бір құлшылық жоқ. Ол жақта тек қана сұрақ болады. Сондықтан ол дүниенің қазығын қазір іздеуіміз керек деп ойлаймын. Бұны әрине тіке мағынасында түсінетін болсаңыз, жазда жұмыс істеп, анау қысқа жейтін нәрсеңді көбірек жинап ал деген сөз болып деп те түсінуге болады. Бірақ біз оны олай түсінбейміз. Адамның өмір жасының көктемі мен жазы жас шағына дәл келсе, күзі мен қыс оның есейген, ересек немесе қартайған тұсына дәл келеді. Қазақтың данышпан ақыны марқұм Қадыр Мырзалы жастық дегеніміз қарттыққа дайындық деп айтқаны бар, жазғаны бар бір өлеңінде. Бұл да осы мақалменен сабақтасып жатқан даналық ой ғой. Өкінішке орай кешегі советтік кезеңде жастарымыз да, жасамыстарымыз да қыс азығын жаз жинауға орашолақ болды. Тіптен дайын емес болды. Тіптен олар қыс болады деп, қыстың ар жағында яғни адамның өмірімен салыстыратын болсақ, оның ақыретті өмірі басталады деп, оған дайындығы жоқ болды. Дайындығы жоқ болды. Қазір ситуация өзгерді. Жастарымыз иманға бет бұрып жатыр. Менің өзімнің үйімнің ішінде қызым, немерем, мысалы үшін қазір ораза ұстап жатыр. Немерем тіптен мектепте жүрген немерем. Қыз балдары өңші. Мінекей сондай жақсылықтың нышанын көріп жатырмыз. Құдайға шүкір. Ал енді бұл деген не нәрсе? Мен өзім пайғамбар жасына келгенде ғана намазға жығылған адаммын. Намазға жығылғаннан кейін барып өкіндім. Біз мына өмірдің күзіне жеткен кезде барып дайындыққа кірістік. Сонау ақыреттік дайындыққа кірістік. Бұл не деген сөз? Бұл совет заманындағы жастар, яғни үлкендер, біз үлкен болдық қой енді совет заманы құлаған кезде. Ал жастық шағымыз сол заманда өтті. Дайындықсыз өмірдің күзі менен қысына мәңгілік ақыретке дайындықсыз, яғни Құдай алдында жауап беретінімізге жауап бермедік. Соған жауапсыз, дайындықсыз келіп қалдық. Сол пайғамбар жасына келіп намаз оқығаннан кейін біз
зарлап бала шағамызға айта бастадық. Мен қателік жасадым. Егерде мен 13 жасымда намазға жығылған болсам, совет мектептерінде жүріп, байлығым, рухани байлығым, имани байлығым, сіздерге беретін тәрбием 10 есе артық болған болырды. Өкіндім, өкінішті. Сіздер мен қателігімді қайталамаңдар. 13-ке келе салысы менен жүздеріңді иманға бұрыңдар деп мен өз немерелеріме қазір зар қақсап айтумен келе жатыр. Соны мен барлық бақытты болғысы келетін, жүрегі тыныш болғысы келетін, отбасы ұйыған берекеге толы болғысы келетін қазақтың ұл қыздарына айтқан болар едім. Қателеспеңіздер, ойын сауық ешқайда кетпейді, бірақ жүректерің иманға толы болсын. Ол үшін жастайыңнан қысқамыңды жаз ойла, яғни кәрілікке дайындал. Өйткені ертең дәл саған қарап, сенің ұрпағың өседі. Бармағыңды шайнауы мүмкін. Онсыз егерде жастайыңнан кәрілікке, өмірдің аяғына дайындық болмайтын болса дегім келеді. Бұл мақал, бұл дүниемен қиямет турасында айтылған. Бұл дүниеде істеген ғибадат, құлшылық қияметте көретін жемісің. Өйткені адам баласы білу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадис шәрифінде айтады: хаятика қабла маутика дейді. Өмірдің қадірін біліңдер, артынан өлім келмей тұрып деген. Яғни бұл дүниенің қадірін білу керек адам баласы. Яғни намаз, ибадат, құлшылық, садақа, зекет, ағайын туыспенің қарым-қатынас қылу, дос-жаранмен жақсы мәміледе жүру, бәрі бұл дүниеде керек нәрсе. Яғни адам баласы бұл дүниеде істеген жақсы ізгі амалын қияметте көреді. Мұсылманнан еш уақытта бірдеңке дәметпейді. Мұсылман дәмету тек қана Алладан ғана. Адам баласы садақа берсе де, сол садақаның сауабын қияметте күтеді. Өйткені адам баласына Алла субхану ва тағала қамшының сабындай қысқа өмір берген екен. Сол қысқа өмірдің өзін дұрыс, тиімді пайдаланып алу керек. Ата бабамыз айтады: ажал тұр сенің соңында, қойшы қойды баққандай, шап етіп түсер бір күні қасқыр қойға шапқандай деп. Ажал адам баласына кенеттен келеді, айқайлап келмейді. Мен сені алам, сен өлесің деп келмейді. Бірақ адам баласы сол өлімнің бар екенін, ақиқат екенін біле тұра, қияметтік өміріне ештеңке жинамағаны қиын болып жатыр. Бұл дүниеде ибадат қылмаса, құлшылық қылмаса, адам баласы ертеңгі күні қияметте несін көреді? Қабірге түскен мәйітте намаз оқымаған болса, Алладан бір нәрсе сұрайды: Аллахым, мені жер бетіне қайтып жіберші, маған тағы да өмір берші, мен саған басымды жерден көтермей құлшылық қылар едім дейді. Бірақ Аллах субхана ва тағала уақытың өтті дейді. Яғни қыста дайындық қылу үшін адам баласы жаздың күні еңбек етеді. Көмірді адам баласы қыстың күні алмайды, жаздың күні алады. Яғни адам баласы соған ұқсағандай ғибадатты да бұл дүниеде істейді, ертең жемісін жейді. Не ексең, соны орасың дейді. Бұл дүниеде еккен нәрсеміз жақсы болса, бұл дүниеде оқыған намазымыз болса, құлшылығымыз болсын, ғибадатымыз болса, хайырлы ізгі амалымыз болса, ертеңгі сол амалымыз қабірімізде де, қияметімізде де алдымыздан қарсы алып шығады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи саламның хадистерінде келтіреді: адам баласы ең әуелі қабірде намаздан сұралады деді. Сол намаздан сұралатыны қабірде болады. Бұл дүниеде адам баласы намаз оқысын, күнә қылсын, ешкім оны жұлқылап атқан жоқ, ешкім оған тиісіп атқан жоқ. Сен намаз оқымайсың деп ешкім желкесін үзіп атқан жоқ.
Жоқ, сен арақ ішіп жатырып харам істеп жатсың деп та желкесін ешкім үзіп жатқан жоқ. Бірақ сұрау қияметтің күнінде. Сол Аллах Тағала баршаларымыздың ақыретімізді, қияметімізді жақсы қылсын. Баршамызға жәннаты фирдаусты насып қылсын. Аллах Тағала екі дүниенің, бұл дүниенің де арғы дүниенің де жақсылығын берсін. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтқандай: "Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар." Яғни Аллахым біздерге жақсылықты бұл дүниеде де берсін, және ақыретте де берсін.